Балық тауып алғансың ғой, әлгі балықтар жүр бетінде дәу амурлар. Қазір атамыз. Нарды. Кет. Опа, шығарамыз енді қазір. О, ал бисмилля. Осында атырап естіп алғаныңыз десе хабарласыңыздар. Үлкен бір 6-7 килограмм. Немді рогаткам жаман тартып жүрді, бірақ ұстадым, шығардым. Ассалаумағалейкум жігіттер. Бүгін кешегі талсылоқтарды атуға келдім. Қасымда кластасым бар, Ринат деген. Қазір кластасыма рогатка беріп қоямын оған. Мен рогаткамда. Мен садақпен ататын болам. Қазір арылаймыз, ар жағына барамыз, мотоциклмен келеді. Мына жақтары кішкене тешін алып тұр, кеше майдалар шығып жүреді. Мінекей Ринатқа өзім зепко катушкамен рогаткамды берем. Мен садақпен шығам. Ата берейін ба? Атып көрсе я. Тимей ма маған? Жібер. Ей, мына денені тигізбе. Өсіп тұрып өсіп көзейсің. Жібер. Көрдің ба? Жігіттер, жаңағы жерде талсылыптар жоқ бүгін. Қазір мен садақпен атып көрсін деп жатырмын. Ой, жанынан кетіп қалды. Өйтші, науға тартатын да? Өйтіп тартайсың, былай тартасың. Тарт, даканса, тарта бер. Жоқ, прицелын көріп ойын да. Жұмсарады тартса енді, жұмсарады ғой. Жоқ, прицелы так, нау ма? Екінші талшық. Біріншісі емес, екіншісі. Нау бір ғой, нау екі емес пе? Иә, мына жерден келіп жақындап көзе берші. Бұны алыпса. Кел, жақындан айқа. Жібер. Тоқтата, көздейсің, екінші талшықпен. Ойба! Қолын тұрды ма? Сен дұрыс ұстаған жоқсың ғой? Иә. Сен дұрыс ұстамадың, брат. Қолын тұрды ғой, я? Қолын тұрады. Дұрыс ұстамасың. Жоқ, мен дұрыс ұстағым ғой. Жігіттер, білесіздер, қазіргі кезде трейдинг саласы өте үлкен қарқынмен дамып келе жатыр. Және де көп деген платформалар бар. Солардың арасында ең ыңғайлы, ең қолайлы, ең жақсысын мен сіздерге ұсынғым келіп отыр. Ол платформа Pocket Option деп аталады. Төменде комментарийда қыстырылып тұрған сілтемеге өтіп, регистрация жасаған кезде Абзал S100 деген мына промокодты терсеңіздер, сіздерге 2 есе бонус беретін болады. Сол себепті қазір сіздерге қалай қолдану керектігін барлығын көрсететін боламын. Төмендегі сілтемеге кіріп регистрация жасап болғаннан кейін жігіттер телефонымызды алып, осы жерде, мына жерден әртүрлі валюталар таңдасаңыздар болады. Мысалға мен мына жерден өзіме қажетті валютаны таңдап алдым. Одан кейін мына жерде тұрған графиктің жоғары немесе төмен түсуіне болжам жасайтын боламыз. Мен қазір жоғары түседі деп болжам жасаймын. Соны болжамды бастық, одан кейін күтеміз болжамның аяқталғанын. Мінекей, қарап тұрсыздар, $193.73 біз ұтып алдық. Осылайша сіздер трейдинг саласында қосымша табыс тапсаңыздар болады. Төмендегі сілтемеге кіріп, регистрация жасауды ұмытпайық. Осымен біз контентімізді бастаймыз, трофей ұстаған видеомызды тамашалайық. Қолды өйтіп ұстауға болмайды, брат. Не болды? Бұлай істеді мұны. Опа! Жанына өтіп кетті, көрдің ба? Жігіттер, үлгірмей қалдым. Садақпен тигізім, мінекей. Садақпен бір талсолыққа тигізім. Менімен түсіресің ба видеоға? Давай, сотымен түсірме. Басын ба? Неге садақпен талсолық басып алдым. Міне тартып атыр әне. Әне, типті. Типті. Ой, кішкентай екен бірақ. Хедшот дейсің ғой садақпен. Хедшот. Жіпті көрдіңіздер ма? Қалың. Садақтың жібі деген. Қазына шығарып олайық. Басына типті. Жаңа, короче, шықты да, жоғалап ата салым ғой мен Ринатшы. Содан тиген ғой міне. Басына тимей қалды деп едім, Тимей қалды деп едім, садақтың жібі қалың. Жоқ, кіріп кетті ғой, ату бесполезен да. Міне, сүйіміз екен бұлайынша, шағын болса да. Әдемі. Садақпен тамаша.
күшті ғой. Енді дәу балық шығу керек, әр жағында дәу балық шығатын шығар енді, бой бермейді оның күші бар кәдімгі. Ай, кіріп кетті ау, қақпас кіріп кетті. Құйрығы шығып жүр да. Тасылып қой. Бағанағысы дәу болды. Ол дәу болды, брат. Олар майдасы ғой шығып жүр. Ұзақ тұрды ғой еще. Біз басқа жаққа келдік. Садақпен. Ана ортада балықтар жүр екен. Сол жерде көреміз. Алыста жүр бірақ ортасында. Ортасында балықтар жүр ана жерде. Жігіттер, балық тауып алғансың ғой, ана жерде балықтар жүр бетінде, дәу амурлар. Қазір атамыз. Дөйлер жүр ана жерде. Қазір атамыз. Қазір көреміз, жігіттер. Жинап аламыз. Ана бетінде жүр ана жерде. Қазір атамыз, жігіттер. Тиді. Дәу амурға. Тиді. Ал, бісміллә. Шығып кетті мәлі. Шығып кетті. Жоқ, бар екен. Ал, бісміллә. Шамал босатып қойық. Ал, зепко катушка жұмыс жасап жатыр. Көрдіңіздер ма? Катушка не үшін керек жақсы. Осындай дәу балық шығаруға. Дәу балық шығарасын, шаршатып шығарасын. Шаршатып шығарасын осылай. Дәу балық. Не кирді? Дәу балық, амур. 5 келі, 6 келі. Шаршатып шығарасын өсіп. Нағарысы. Кетті. Жаман тартып кетті ғой. Ой. Ай, омай. Неше минут шығарамыз мынаны енді. Ар жақта қалған балықтың бәрін үркітті ау бұл. Маған тағы да ату керек одан бөлек. Дәу балық мынау жігіттер. Мәссаған қара. Көптен бері аттап едім. Адреналин. Плетенка 0.40. Біздің магазинде. Рогатка алу үшін 8747 477 98 63 нөміріне WhatsApp-қа жазыңыздар жігіттер. Осындай трофей шығарасыздар. Мәссаған қара. Ал, бісміллә. Мәссаған, мына ыңғайсыз болып тұр. Менің ойымша, ана жағамен шығару керек ар жақпен. Ол үшін не істейміз?
Ар жақ жағаға шығу керек. Опа. Ай, ну, бетонға тіреліп қалды. Классастар маяқталып қойып көмектесетін еді олар. Пофиг, өзі тартып шығара берейікші. Көтереді шығар. Мәссаған, мұны қалай шығарсам болады? Бұқта, ана жақпен өткізу керек, мына жіпті. Дұрыс. Опа. Шықты, міне. Ана жақпен тартамыз енді. Ой, қиындап кетті оны. Ыңғайсыз болып тұр ғой жігіттер, ыңғайсыз. Мына жер тік жар. Түсе алмай жатырмын ғой. Міне. Қазір шығарамыз. Мінеки. Опа, шығарамыз енді қазір. О, ал бисмилля. Осында трофейсті алғаныз десе хабарласыңыздар. Опа, ема. Міне. Ема, мына қара. Міне. Дәу амур, ема. Мінеки жігіттер. Трофей. О, неше келі мынау? 6-7 келі. Жыбы мына жерде бар. 6-7 килограмм. И садақпен ату керек, садақ тастап кеттім ар жаққа. Класстастарым қалып қойды ар жақта. Мінеки. Ё-майо. Жігіттер. Трофей. Опа, мінеки. Мінеки. Ё-майо. Мәқа қойық. Биылға трофей. Қанша килограмм? Қанша келді ойлайсыздар мынаны? Дірілдеп тұрмын ғой, дірілдеп. Мынаны қарасай. Мынау не балық мынау? Мінеки. Мәссаған амур, мынау шамамен қанша килограмм деп ойлайсыздар? Бір 7-8 келіге бар ау мынада жыбы. Мінеки. Трофей, достар. Рогатка лайық, рогатка. 8747 477 98 63 нөміріне WhatsApp-қа хабарлассаңыздар. Осындай трофей ұстасаңыздар болады, рогатка алып. Арбалет, неше түрлі түрлерімен де атуға болады негізі. Мәссаған, керемет жыбы. Жыбы мынау 7-8 килограмм. Тамаша. Жігіттер, білесіздер ғой, біріншісін тигізе алмай қалғам. Мына екіншісі бұйырған ғой, мынау не деген мынау? Мынау деген не деген? Дәу жігіттер, мынау деген. Потолок қой мынау деген. Дәу амур ғой мынау жігіттер. Дірілдеп тұрмын ғой әлі. Қазір тағы да шығар деп кішкене күтіп отырмын мына жерде. Шығып қалу керек негізі. Бағана көп жұрт 5-6 жүрген болатын. Мынаны шығарғаннан кейін қашып кетті барлығы. Тағы да шығару керек бізге. Одан үлкен шығарғым келіп жүрмін. Мынау да керемет адреналин. Жігіттер, бір жылан балға толды. Дәл алдыма кеп тұрген. Алдыма кеп тұрген, атып алдым. Нормально жылан балық екен. Ата салып едім, тиді. 2 жылан балық тұрып бірақ мына жерде. Жағада шығып жүрген. Амурдың қасына қосып қоямыз бұл жылан балықты. Бұлай нормально, хе жасауға болады. Котлетке де болады. Мінеки. Амур енді дәу енді жігіттер. Амур енді потолок екен. Бұл жігіттер, мінеки, класстастарым келді. Әр жақтан қазір камера келсе, камера фотоаппаратын күштіреп тұрып, фотосессия жасайтын боламыз. Ал жігіттер, мінеки мынау жаңа ұстаған. Трофей ғой, трофей. 5 килограмм бар ғой. Қой 5 емес. 6 или 7. Видеода кішкентай көрінеді негізі. Камерамен көрсетейік. Мінеки.
Мына судан ұстап алдым да тұрған. Каналдан ұстадық. Бетінде шығып жүр екен. Трофей. Керемет. Үлкен бір, примерно 6-7 килограмм. Немді рогаткам жаман тартып жүрді. Бірақ ұстадым, шығардым. Бұйырғаны. Тамаша. Лайк басайық, тіркелейік. Қазір енді біз қайтамыз. Бұйырса тағы да осы жаққа келеміз. Келуге болады екен. Әдем екен. Ну-ка, сәлем жолдап жүр. Ал жігіттер, видео ұнаса лайк басайық. Біз осымен видеомызды аяқтаймыз. Тамаша балық аулау болды. Трофей ұстағым келіп жүрген. Трофей шығардым. Тағы да шығаратын боламыз, Құдай қаласа. Бұнымен бітпейді бізде контент. Шығара береміз трофей. 20 килограмм шығару керек бізге әлі. Биылға рекорд жанар десек болады. Үйге жаққа барып өлшеп көреміз.